Біз білетін футболшылардың барлығы да жағдай жасалған ауқатты отбасынан шыққан деуге мүлдем келмейді. Бүгінгі күнде аты шыққан әйгілі ойыншылардың көбісінің балалық кезеңдері өте қиын болған. Бұны біз осының алдындағы видеоларымыздың бірінде айтқан болатынбыз. Сонымен нағыз футбол арнасы бүгінгі шығарылымда балалық шақтары өте қиын болған футболшылар атты видеоның екінші бөлімін сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады. Видеоны бастамас бұрын қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнамызды қолдап тіркеліп, еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Ендеше бастаймыз. Ди Мария. Анхель Ди Мария 1988 жылдың 14 ақпаны күні Аргентина елінің Росарио қаласында қарапайым отбасында дүниеге келді. Аргентиналық жұлдызды ойыншының ата-анасы бала шағасын асырау үшін көмір қоймасында қара жұмыс жасаған. Ди Мария кішкентай кезінен өте белсенді бала болып өскен, алайда ол сонымен қоса ұрыншақ болғанда көрінеді. Бірде Ди Мария құдыққа құлап түскен, дегенмен қуанышқа орай оны дер кезінде құтқарып аман сақтап қалған көрінеді. Бала болғанына қарамай Ди Мария өзінің қарындастарымен бірлесіп ата-аналарына қара жұмыс жасауда көмектесетін. Алайда жанұя болып түгелдей бірге жұмыс жасаса да, олардың Ди Марияға футболға қажетті жейде мен бутсаны сатып алуға қаржылары жетпейтін болған. Ойына салып мектепке бару, одан келе сала әкесіне көмір қоймасындағы жұмыстарға көмектесу, содан соң жаттығулар. Міне Ди Марияның балалық кезеңінің көптеген бөлігі осылай өткен. Мен әрдайым әкемнің жанында болуға тырысатынмын, оған өте қиын болатын. Алайда біз ақша табу үшін оған қолдан келгенше көмектесетінбіз. Қиын кездер болатын. Тіпті бірде ақшаның жоқтығына мен 2 күн бойы тамақ ішпеген кезімде болған. Ди Марияның отбасымен бірге тұратын үйі Торито футбол академиясынан өте алыс болатын. Амалдың жоқтығынан 9 километрді құрайтын жерге дейін анасы Ди Марияны велосипедпен апарып алып келіп отыруға мәжбүр болған. Бірде Ди Марияны қатты жылатқан оқиға орын алды. Балалар командасының жаттықтырушысы команданы 2 бөлікке бөлген. Ол бірінші топқа әрі денелі мықты балаларды жинап алып, ал екіншісіне осалдау келген арық балаларды қалдырған. Ал Ди Марияға бұл 2 топтың ешқайсынан да орын бұйырмай қалған. Және әлгі бапкер Ди Марияға «Саған не керек? Сенің жақсы ойыншы болуың 2 талай» деп айтқан екен. Бұл Ди Марияға қатты ауыр тиіп, ол бірнеше күн бойы жылаған. Уақыт өте келе Аргентинаның болашақ жарқын жұлдызы Росарио Сентраль клубының назарына ілікті. Және Анхель Ди Мария әуелі бұл команданың жастар, кейіннен негізгі командасында да жасындай жарқырап өнер көрсетті. 2005 жылы әкесі Ди Мариядан жұмыс жасау, жоғарғы оқу орнына түсу немесе футболшы болу, осы 3 нәрсе бойынша таңдау жасауды сұраған екен. Және Ди Мария таңдау жасаудан қателеспеді. 2007 жылы Ди Мария әлемге әйгілі Бенфика клубымен келісім шартқа отырып, бірден әкесін қара жұмыстан босатып алып шықты. Уақыт өте келе ол әлемдегі ең үздік жартылай шабуылшылардың біріне айнала біліп, футболда қаншама белестерді бағындырды. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Дели Али. Ағылшында жартылай шабуылшы Дели Али болашағынан орасан зор үміт күттірген ойыншылардың бірі болған еді. Ол өзінің бар болғаны 19 жасынан ақ Тоттенхем командасының ойыншысы атанып, Англия құрамасындағы дебюттік матчын өткізген болатын. Ал 22 жасында Дели Али Чемпиондар лигасы мен Ағылшын премьер-лигасында жасындай жарқырап жүрді. Және сол кезеңдерде Трансфермарк порталы Ағылшында супер жұлдызды ойыншының құнын 100 миллион еуроға бағалаған еді. Осыншалықты керемет көрсеткіштер танытып жүрген ойыншыға не болғандығы белгісіз. Аяқ астына ойламаған жерден Дели Алидің мансабы бірден құрдымға кетті. 2023 жылы Дели Али балалық шағынан қандай қиын ауыр болғандығын ашықша жариялап, барлық футбол жанкүйерлерін шоқ қылған болатын. Шынын айтсам, мен өзімнің балалық шағым туралы осы кезге дейін ештеңе айтқан емеспін. Бірнеше оқиғаларды айта кетейін, бәлкім сіздерге түсінікті болатын шығар. Мен 6 жаста болғанымда анамның достарының бірі маған зорлық-зомбылық жасады. Ол біздің үйімізде жиі болатын. Менің туған анам ішімдікке құмар болатын. Өздеріңіз ойланыңыздар, мен ол кезде небәрі 6-да ғанамын. Кейіннен мені тәртіп түзету үшін Африкаға жіберді. 7 жасымнан бастап шеге бастадым, ал 8 жасымда заңсыз есірткі тасымалдаумен айналыстым. Жасы үлкендердің бірі маған, полиция қызметкерлері велосипед мінген балаларға тиіспейді де, тексермейді деп айтты. Сондықтан мен жейдемнің астына жасырып алып, есірткі тасыдым.
12 жасымда мені өзге отбасы асырап алды. Мені асырап алған отбасы олар керемет адамдар. Олар маған қаншама жақсылықтар жасады. Расымен олар керемет жандар. Міне өзінің балалық шағынан қаншалықты қиын болғандығын Дели Али осылай баяндады. Дели Алидің туған әке-шешесіне келетін болсақ, әкесі африкалық мұнай-газ компаниясының миллионер кәсіпкері болған, ал анасы болса даяшы болып жұмыс жасаған. Ағылшындық ойыншы небәрі 3 жаста болған кезде олар ажырасып кеткен. Балалық шағына ауыр болғанына қарамастан Дели Али доп теуіп, футбол ойнауға қатты әуес болып өсті. 11 жасында ол Милтон Кинс Тонс командасының назарына ілігіп қатарға алынды. Жап-жас баланың допты алып, алаңда емін-еркін қимылдай алатындығы, сондай-ақ шапшаң жылдамдығы бұл ұжымда тәнті еткен көрінеді. 16 жасында Дели Али дәл осы команда сапындағы ең алғашқы дебюттік матчын өткізеді. Футболшының профессионалдық мансабы да осылай басталды. Тонс клубындағы өткізілген 3 жыл уақыт аралығында Али 88 ойында 24 голмен 15 нәтижелі пасты еншілеген. Ал 2015 жылы ол тамаша көрсеткіштерінің арқасында Тоттенхемнің сапына ресми түрде ауысты. Футболшының жұлдыздай жарқ ете қалып, бірден жылдам арада сөніп қалғаны өте өкінішті. Қадірменділер, бірер секунд уақыттарыңызды бөлуге тура келіп тұр. Бақандай 70% көрермендеріміз видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Сондықтан егер әлі тіркелмеген болсаңыздар, арнамызға жазылып қоюларыңызды сұраймын. Сіздер үшін видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қою бұл ештеңеге тұрғысыз бірнеше секундтық шаруа. Ал біз үшін бұл сіздердің тараптарыңыздан үлкен шабыт болып табылады. Сондықтан қолдауларыңызды аямаңыздар дегім келеді. Ендеше жалғастырайын. Мане. Сенегалдық жұлдызды қарапайым футболшы Садио Мане 1992 жылдың 10 сәуірінде Сенегал елінің Седио қаласында көп балалы отбасында дүниеге келді. Дегенмен аяқ доп шеберінің балалық шағы Бамбари ауылды мекенінде өтті. Маненің әкесі мешітте имам болып қызмет атқарған. Алайда 10 бала шағаны асырау қаржы тапшылығынан өте қиынға соққан. Садионың әке-шешесі өз балаларының мектепте білім алып, өз болашақтарына жағдай жасағандарын қалаған. Алайда Маненің мектептен көрі футболға деген қызығушылығы басым болған. Десе де анасы да, әкесі де оның футболмен айналысуына қарсылық танытқан көрінеді. Бала күнінен момын болып өскен Садионың сүйікті ісі доп тебу еді. Ол ештеңеге уайымдамай ескі допты қуалап кете беретін. Мане бар болғаны 7 жаста болған кезінде әкесі қатты ауырып, көрші ауылдағы ауруханаға жеткізіліп үлгерместен көз жұмған екен. Осылайша оның балалық кезеңіндегі ауыртпашылықтар басталды. Садио ең алғашқы туған жеріндегі ұйымдастырылған балалар жарысында бақ сынайды. Ол туралы Маненің өзі былай дейді: достарымның арасындағы ең үздік ойыншы екенімді ауыл тұрғындарының барлығы білетін. Олар үнемі мені мақтап, ұялтатын. Ол сөз ата-анамның да құлағына жетті. Алайда олар бұған мән бермеді. Керісінше сабақты жақсы оқып, болашақта маман болып қалыптасуымды талап етті. Аулада доп тепкізбейтін. Ата-анасының қарсылығына шыдамай Мане ауылынан 800 шақырым жерде орналасқан Дакар қалашығына қашып кетеді. Мінезі тек бір бетке болашақ футболшы ауылым астанамыздан алыста орналасқан. Адамдардың көзіне түспеу үшін осындай шешімге келдім. Бұл жақта өзімді көрсетуге барынша тырыстым деп еске алады. Садио бір аптаға жоғалды, бірақ оның қайда кеткені беймәлім еді. Анасы уайымдап, Маненің достарының бәрімен хабарласып шыққан. Манеге қарыз берген досы оның Дакарға кеткенін айтады. Сөйтіп ағасы келіп Садионы алып кетеді. Мектепті аяқтағаннан кейін барып Мане анасының батасымен спортшы болуды көздейді. Ауыл тұрғындары тілеулес болып, қалаға бару үшін оған қаражат жинап береді. Осылайша Мане Generation Food академиясына аттанды. Академияға қабылданған күнін Садио ұмытқан емес. Сол жақтағы алғашқы бапкерінің сөзі Мане әлі күнге дейін ұмытпаған. Жаттықтырушы маған қатты таңғалып қарады. Сен мұнда не жоғалттың? Бұл жер сенің орның емес. Дұрыс формаңда жоқ екен. Аяғындағы бутсаңда тозып кеткен деп тіке бетіме айтты. Мен оған ренжімедім. Ойынымды көріп баға беруін ғана өтіндім. Өнерімді көргеннен кейін ол: мен сені қабылдаймын, командама қош келдің деп айтты. Маненің түбінде футболшы болып шығатынына күмәнмен қараған туысқандары ол үйге қайтып келсе не істейді екенбіз деп уайымдай бастаған. Алайда ол оралмады. 2011 жылы француздық Метс клубының скауттары Африка елінде болып, Манені байқап қалады. Сөйтіп олар Садио Манені Франция еліне алып кететін болып келіседі. Осылайша ауыл тұрғындары Садионың болашағы үшін жиналған ақшаның желге ұшпағанына қуанды. Міне біз білетін қарапайым футболшы Садио Маненің жарқын мансабы осылай басталды. Бүгінгі күнде қаншама белестерді бағындырған Мане қайырымдылық жасап,
өз туып өскен ауылына барынша жағдай жасап атсалысуда. Рибери. Франк Рибери 1983 жылы Франция елінің Бульон-сюр-Мер атты кедей ауданында дүниеге келді. Небәрі 2 жаста болғанында Рибери отбасымен бірге ауыр жол көлік апатына ұшырады. Риберилер отырған автомобиль жүк көлігімен соғылған. Қуанышқа орай Франк Рибери аман қалды. Алайда шыны сынықтарының салдарынан оның беті 2 жерден ауыр жараланады. Ауруханаға жеткізілген 2 жасар баланың бетінен дәрігерлер 100-ге жуық шыны сынықтарын алып тастаған. Бұның салдарынан Риберидің бетінде бол жара іздері 2 жерден үлкен шырам болып қалып қойды. Қатарластары осыған бола оны көп мазақтай беретін болыпты, және бұл бала Рибериге ауыр тиетін. Бала күнімде бетімдегі шырамдармен жүру өте қиын болатын. Барлығының менің бетімді қайта-қайта айта берулері менімен қоса ата-анама да ауыр тиетін. Ананың бетіне қараңдар, не деген шырам бұл, неткен қорқынышты деген сөздерді үнемі ести беретінмін. Уақыт өте келе танымалдылығы артып, профессионалды футболшы атанғаннан соң Рибериге бұл жара іздерін пластикалық операция арқылы алдырып тастау мүмкіндігі болған. Алайда ол бұдан бас тартты. Сол жол көлік апатының маған қандай да бір тұрғыдан өзіндік бір көмегі болды. Бұл оқиға маған шабыт беретін. Шырамдар мен үшін ерекше естелік, және адамдар мен қандаймын, дәл сол күйімде қабылдаулары керек. Рибери ақша тапшылығынан жоқшылықты көріп өсті. Бұл тығырықтан шығудың жолын ол тек футбол ғана деп түсінді. Спортпен шұғылданумен қатар Франк Рибери қолы босай салысымен әкесіне құрылыстың ауыр жұмыстарын атқаруға көмектесіп жүрді. Бала күнінде Риберидің мінезі өте ауыр болған көрінеді. Бірде тіпті ол тәртіпсіздігі үшін Лиль командасының академиясынан қуылған. Бұған себеп болғаны Рибери әріптестерінің бірін қолын сындырып жіберген көрінеді. Азолы Лиль командасының академиясынан қуылғаннан кейін ол қарапайым жергілікті Бульон клубының жастар командасына қатарға қосылды. Бұдан соң әрине Франк Риберидің профессионалды деңгейдегі футболшы атану мүмкіндігі азая түсті. Өйткені Бульон клубының деңгейі расын айтқанда нашар болатын, және бұл жерде мықты клубтардың назарына ілігу өте қиын. Осылайша Рибери 19 жасына дейін Францияның төменгі дивизиондарында доп теуіп жүрді. Бақытына орай сол уақыттарда Рибериді Метс командасының бапкері Жан Фернандес байқап қалады. Рибериге дейін бұл маман кезінде Зинедин Зиданның да талантын байқап қалған болатын. Метс командасында берілген мүмкіндікті Рибери тамаша пайдалана білді, және оның үлкен профессионалды деңгейдегі мансабы осыдан бастау алды. Уақыт өте келе ол өз кезеңінің ең үздік жартылай қорғаушыларының біріне айнала білді. 2013 жылғы маусымда жасында жарқыраған Рибери тіпті алтын доп жүлдесін алуға әбден лайықты деңгейде өнер көрсетті. Алайда өкінішке орай французда жұлдызды футболшы әділетсіздіктің кезекті құрбаны болды. Месси. Бүгінгі күнде біз танитын әлемдегі ең үздік ойыншылардан бірі болып табылатын Мессидің тіптен мүлдем футболшы атанбай қалуы әбден мүмкін болғанын білесіздер ме? Бала кезінде ол қаншама қиын әрі ауыр сынақтардан өткен. Лионель Андрес Месси 1987 жылдан 24 шілдесінде Аргентина елінің Росарио қаласында кедей отбасында дүниеге келді. Әкесі зауытта қара жұмыс жасаса, ал анасы еден жуушы болып еңбек еткен. Мессиден бөлек отбасында тағы 3 ағайынды бала шаға болды. Оларда аш қалдырмай бағып қағу үшін ата-анасы таңнан кешке дейін тынбай қара жұмыстар жасаумен күн кешкен. Бар болғаны 5 жасынан бастап футболға әуес болған Месси жергілікті Грандоли балалар командасында доп тепті. Бала Мессиді бұл жерге өзінің әжесі ең алғаш болып ертіп әкелген екен, және дәл осы кісі ғана Лионың түбінде футболшы атанып шығатынына сенім білдірген көрінеді. 8 жасында Месси әйгілі Newell's Old Boys командасында өнер көрсете бастаған, және бұл клубта Лио өзінің ең алғашқы кубогын жеңіп алған болатын. Бұдан 2 жыл уақыт өте барлығы ойдағыдай бақытты күн кешіп жатқан Мессидің отбасы жағымсыз жаңалықты естіді. Дәрігерлер жас балаға қатерлі диагноз қойды. Яғни дәрігерлер Мессиде бойдың өсу гормонының жетіспеушілігі бар екендігін анықтаған. Дәрігерлер егер де уақытында ем қабылдамаса, Мессидің футболшы атануы былай тұрсын, бойы мүлдем өспей сол бетінде қалып қоятынын жеткізген. Бұл емді қабылдау үшін Мессидің әке-шешесі ай сайын $1000 ақша төлеулері керек болған. Алайда әрине кедей отбасы үшін мұндай ақшаны табу мүмкін емес. Сол кезде кішкентай Лиоға қызыққан клубтардың барлығы да баланың емі үшін мұндай әрі көлемдегі қаржыны өз мойындарына алудан жалтарған көрінеді. Міне, жас талантты Мессидің футболдық мансабы басталмай жатып-ақ осылайша аяқтай салуға өте жақын болған.
Кез келген бір клубтың Мессиді өздеріне алып, еміне қажетті барлық қаражатты өз жауапкершіліктеріне алуы бұл Леоны құтқарып, ем қабылдаудың жалғыз ғана жолы болатын. Сол себепті де Месси тек өзін дәлелдеп көрсеткен жағдайда ғана бұл нәрсенің орын алатынын жақсы түсінді. Осыдан бастап Лео Месси тоқтаусыз қарқынды жаттыға бастады және нәтижесінде оның ойыны одан бетер жандана түсті. Жас баланың еңбегі ескерусіз қалмай 2000 жылы ол Барселонаның қызығушылық назарына тап болады. Сөйтіп бұл жердегі қаралымнан сәтті өткен Лео каталондық ұжымның жастар командасына қатарға алынды. Мессидің алдағы болашағына молынан сенім артқан Барса ұжымы ақыры оның еміне деген қаражатты өз жауапкершіліктеріне алып, барлығын толықтай өздері төлейтін болды. Мессидің Барсамен жасалған ең алғашқы келісімшартқа қол қойған құжаты қарапайым салфетка қағазға жазылғанын естіген шығарсыздар. Месси өзіне артылған сенімді толығымен ақтап шығып, бұдан бірнеше жыл уақыт өте ол каталондық команданың негізгі құрамында өнер көрсететін деңгейге жетті. Міне біз білетін аңыз Мессидің балалық шағы мен мансабының бастапқы бөлігі осылай өткен. Әрине, еңбек пенен қиындықсыз ештеңеде шықпайды. Бүгінгі күнде ғалам бойынша Лео Мессидің миллиондаған жан күйері бар. Футболда Лионель Мессидің таңғажайып сол жақ аяғынсыз елестету өте қиын. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.